ұбт-да келетін Киев Русьтің құрылуы туралы тақырыпты бірге талдайық оқушылар. Қараңыздар. Ең бірінші қарастыратын мәлімет ол мынау Болгария патшалығына байланысты мәлімет. Ол Византияның мынау солтүстік шығысында құрылған алғашқы славян мемлекеті. Сонау 680 жылы құрылған болатын. Міне карта бойынша қарасаңыздар, мына бір бөлікте орналасқан екен. Мынау бізде Византия империясы, Кіші Азия жақта, мына Балқан түбегі. Сол жоғары жағында мына оқушылар бізде Болгария патшалығы құрылған болатын. Сол Болгария патшалығының негізін салған алғашқы билеушілердің бірі Аспарух хан оқушылар. Енді мынау славяндар 6 ғасырда Киевтен Воронеж дейтін орман далалыққа мекендеген осы шығыс славян тайпалары. Славяндардың бізде шығыс, оңтүстік және батыс дейтін түрлері бар. Осы шығыс славян тайпаларының жерінде құрылған мемлекет Русь деп аталады. Русия олардың негізгі астанасы Киев болды. Соған байланысты тарихта Киев Русі дейтін атау шыққан екен оқушылар. Енді мынау Русь мемлекетінің астанасы Киев, Днепр дейтін өзеннің орта ағысында құрылды. Енді мынау Киев Русьтің құрған әулет Рюриктер әулеті. Сонау солтүстік Европа, яғни Скандинавия түбегінен келген болатын. Мынау суретте қарап біз славяндар негізі қонысын көрсек болады. Олардың негізгі шаруашылығы, мына бір шаруа осы жылқыға соқаны жегіп несеп жатыр, жерді жыртып жатыр. Яғни негізгі шаруашылығы егіншілік. Өйткені олар егінді жито, тіршілік көзі деп атаған екен оқушылар. Яғни қара бидай, арпа, тары, сұлы, бұршақ, зығыр, шалқан деген егіндерді еккен екен оқушылар. Жақсы. Енді славяндарда тағы да басқа қосымша шаруашылықтар бар. Олар балық аулау, аңшылық және омарташылық болды. Омарташылық дегеніміз ол бал алу, бал арасынан балды алу шаруашылығы екен оқушылар. Енді мына славяндарда жиналыс болды, тайпа жиналысы. Туыстас рулар барлығы бірігіп тайпа болған, сол тайпалар барлығы жиналып, осының тайпа жиналысы, яғни халық жиналысы вечені ұйымдастыратын болған. Сол вече жиналысында бір князь не істейді, бүкіл халықты жинап, мемлекеттегі маңызды мәселелерді шешіп отыратын болған оқушылар. Енді славяндарда христиан дініне дейін пұтқа табынушылық болды. Яғни басты екі құдайы болған, ол Ярило мен Перун, яғни салт дәстүрі былай қарайтын болсындар. Сол салт дәстүрді өткізетін ерекше абыздарын Вольхва немесе Кудесинг деп атайтын болған. Жақсы, пұтқа табынатын халық славяндар, христиан дініне дейін, яғни табиғат күштеріне сенді. Ярило ол күн құдайы болса, Перун найзағай әрі соғыс қару-жарақ құдайы болған. Ал енді 9 ғасырдың екінші жартысында, яғни 762 жылдан бастап, шығыс славяндар Скандинавия жерінен өздерін басқару үшін Рюриктер әулетін шақырады. Ол әулетті шақырудағы негізгі екі себеп бар. Бірінші себеп, славяндарға қарсы болған, Европада үстемдік етіп отырған викинг тайпасы, соларға тойтарыс беру керек. Екінші себеп, Ильмен көлі бар, сол көлдің бойындағы тайпалардың арасында бақталасты жою керек болды. Осы екі себеппен шақырған екен. Енді Киев Русі қашан құрылды? 882 жыл, 100 датада бар. Ал оны құрған Рюриктің өзі емес, ол енді 879-да қайтыс болады, сол үшін ол өзінің туысын жіберген екен. Рюриктің туысы Олег Киев қаласын жаулап алып, не істейді? Киевтің князьдері Аскольд пен Дир дейтін князьдерді өлтіріп, 882 жылы мемлекет құрады. Древлян, Северян, Радимиште тайпаларын бағындырады және астанасын Киев қаласына көшіреді. Жалпы Олег бұл 33 жыл бойы басқарған князь және астанасын Днепр өзенінің орта ағысына көшірген деп ұбт сұрағына келетін бір мәлімет бар. Яғни жаңағы Киев қаласын тағы қайталасақ болады. Рюриктің жаңағы туысы Олег келеді, одан кейін кім келді? Рюриктің енді тікелей баласы Игорь келген екен. 912-45 жылдары басқарды. Енді Игорьдің кезінен бастап бізде Рюрикт бүкіл орыс князьдері Рюриктер әулетінен шыққан деп саналады. Себебі бізде Игорь ол Рюриктің тікелей баласы болғандықтан. Игорь енді көптеген жорықтар жасап мемлекетті күшейтті, тайпаларды бағындырды. Алайда ол 945 жылы мынау Древлян дейтін тайпалар осы салық жинап жүрген кезде Игорьді өлтіріп кеткен екен оқушылар. Бірақ Игорьден кейін оның әйелі, яғни Ольга не істейді? Күйеуі осы Игорьдің кегін алады. Яғни Древлян тайпаларына барады, солармен соғысады, сөйтіп күйеуінің кегін алған болады. Негізі Игорьден кейін оның баласы отырды, Святослав дейтін.
945-72 жылдары. Бірақ Святославтың жас болуына байланысты анасы Ольга уақытша басқарған, міне оқушылар. Қарасыңыздар, вот Игорь мен Ольга ол екеуі ерлі-зайыптылар, Святослав олардың баласы. Негізі Ольга енді жесірі қалғаннан кейін не істейді, ары қарайғы өмірін дін саласына арнайды. Бұл Киев Русь тарихында алғаш христиан дінін қабылдаған билеушілердің бірі. 957 жыл Ольга Византияның астанасы Константинополь қаласына барады. Ондағы барудағы мақсаты христиан дініне өту. Византий Васильевич Константин Багрянородный жақсылап қарсы алады. Енді Ольга шіркеудің ішіне кірген кезде, әулие Софияның ішіне кірген кезде, оның ішіндегі жаңағыдай үлкен бізде мынау салтанатты әшекей бұйымдары, ішінің жаңа биіктігі оны қатты тамсандырған екен. Сөйтіп ол христиан дініне алғаш өткен болатын. Вот. Енді оның баласы да басқарды, бірақ енді оның Святослав дейтін баласы көбінесе соғысуды, мынау бір жерді бағындыруды, мемлекеттің жерін кеңейтумен айналысқан болғандықтан ол дінге қатты қызықпады оқушылар. Енді Святослав та қайтыс болады, кейін олардың балалары билікке таласады. Сол таласудың нәтижесінде оның ең кенже баласы таласқанға таста жоқта билікке келген екен. Оның есімі Владимир. Былай айтқанда Ольганың немересі. Ал біз білеміз, әжелер көбінесе немерелерін жақсы көреді. Сол үшін княгиня Ольга мына Византияға барып шоқынған кезде қасында немересін ертіп жүрген жаңа Владимирді ше. Сол Владимир бар емес пе, бізде не істейді? Соның кезінде христиан дінін мемлекеттік дін қылып, Киев Русь мен Византия арасында экономикалық, мәдени байланыстар орнайды. Бұл оқиға 988 жыл болды. Бұл Киев Русьінің христиан дінін қабылдап, халықаралық беделінің өскен оқиғасы. Яғни бізге болды бүкіл пұтқа табынушылық, жаңағы Ярило, Перун дейтін құдайларға табынушылық мүлде жойылды. Енді бір ғана құдайға табынатын, яғни христиан діні қабылданған екен. Енді ол жерде бірақ христиан дінінде білесіздер, құдай үш бейнеде, үш иконада келетін. Енді келесі Владимирден кейін келген оның баласы князь Ярослав Мудрый, данышпан Ярослав 1019-1054 жылдары басқарған, орыс мемлекетін нығайтып гүлдендірген, өзіне арнап мына Еділ өзенінің бойында Ярославль қаласын салдырып, мемлекеттің жерін кеңейткен екен оқушылар. Мына бір бөлікте территориясын бір қарап алсаңыздар болады. Енді Ярослав Мудрый бұл мәдениетке де ерекше үлес қосқан. Яғни арнайы монастырлар жанынан мектептер ашқан, шіркеу мектебін оқушылар. Өйткені Ярослав Мудрый бірінші болып, мынау енді Киев Русінде, енді ақыры әкесі не салып кетті ғой, жаңағы христиан дінін қабылдап, мемлекет дін қылды ғой. Сол не істейді? Ал Ярослав Мудрый болса, мен онда шіркеу ашамын дейді. Мына Киевте 1037 жылы алтын қақпалы София соборын ашқан екен. Әрине бұл Византия елінің үлгісінде салынған болатын. Ярослав Мудрый енді бұл Европа және шығыс елдерімен де жақсы қарым-қатынастар орнатты. Сөйтіп Киев қаласын сауда орталығына айналдырып, өзінің тауарларын Бағдат қаласына, Александрия, Египеттегі орталық Азиядағы Хорезм қалаларына сатқан болатын оқушылар. И Балқан түбегіндегі оңтүстік славяндар бар, батыс славяндар бар. Сербия, Болгария, Чехия, Словакия, Польша секілді елдермен де сауда қатынасын жасаған болатын. Және осы Киев Русіндегі орта ғасырлық князьдердің байланысы айтылатын, кітапта келетін соңғы бір князь ол Владимир Мономах. Мономах енді ол тарихта жасаған бас әрекеті орыс князьдерінің қырқысын тоқтату. Кезінде орыс князьдер бір-бірімен соғысып, бауырлары бір-бірін өлтіріп, ағасы інісін өлтіріп, інісі ағасын деген секілде билікке таласып келетін болған. Мономах келіп, бүкіліне ортақ бір заң қабылдайды. Яғни бұл Киев Русінде устав қабылдаған князь деп келеді. Яғни енді билікке келетін князь арнайы заң арқылы халықтың сайлауымен немесе әкеден кейін оның үлкен баласы келер деген секілде осындай бір арнайы устав қабылдаған болатын. Бұл қала мен деревня арасындағы әлеумет шиеленісті әлдеқайда әлсіретті оқушылар. Міне. Осымен бізде бүгінгі мынау Киев Русіне қатысты тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.